Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 4. Ел қуаты елорда экономикасы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтіннен Астана экономикасының дамуы туралы деректерді іріктеп оқыңдар. Елорда мәртебесіне ие болуы Астананың экономикалық дамуына қуатты серпін берді. Қала экономикасының қарқынды дамуы көптеген инвесторлар үшін тиімді болып отыр. Қала экономикасының негізі сауда, өнеркәсіп өндірісі, көлік байланыс және құрылыс салалары. Еуразия құрлығының ортасында орналасуы Астананы экономикалық тұрғыдан қолайлы көлік қатынас және логистика орталығына, Еуропа мен Азия арасындағы өзіндік транзиттік көпірге айналдырды. Шаһардың өнеркәсіп өндірісі негізінен құрылыс заттарын, азық-түлік өнімдерін шығару мен машина жасау ісі төңірегіне шоғырландырылған. Астана Қазақстанда құрылысқа қажетті металл бұйымдарын, бетон және бетоннан жасалған құрылыс заттарын шығару жөнінен алдыңғы орынды иеленді. Қаланың ірі кәсіпорындары қатарында Целиноград вагон жөндеу зауытын, Цесна астық концернін, Тұлпар Тальго ЖШС жолаушылар вагонын ауыстыру арқылы құрастыру зауытын, Еврокоптер, Қазақстан инжиниринг жекеменшік шектеулі серіктестік тікұшақ құрастыру зауытын айтуға болады. Қала Қазақстандағы ірі бизнес орталығының біріне айналды. Кәсіпкерлік мәдениеті қарыштап дамып келеді. Астанада 128 мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысандары жұмыс істейді. Елорда құрылыс ауқымы жөнінен елде көш бастап тұр. Астана мәртебесін алғалы бері қалада 10 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Астана құрылысына жүздеген отандық және шетелдік құрылыс компаниясы қатысты. Астананың сәулеткерлік тұжырымдамасын жасау барысында елордада батыс пен шығыстың мәдени дәстүрлері үйлесім тапқан ерекше еуразиялық стиль қалыптастыру идеясы негізге алынды. Астаналық бас жоспардың авторы белгілі жапон сәулеткері Кисе Куракава болды. Қазақстан Республикасы президентінің ресми сайты. Енді сұрақтарға жауап берейік. Астанадағы ірі кәсіпорындар қала экономикасының дамуына ықпал ете ме? Елорданың дамуы елімізге қаншалықты қажет? Астанадағы ірі кәсіпорындар дамыса, қала экономикасы да дами түседі. Екінші, елорданың дамуы еліміз үшін маңызды. Себебі Астана қаласы біздің бас қаламыз, ұлтымыздың келбеті. Екінші тапсырма. Оқылым мәтінде кездесетін термин сөздер теріп жазыңдар. Экономика, инвестор, логистика, транзит, металл, бизнес, компания, стиль, автор, тағы басқа. Берілген термин сөздердің қатесін тауып түзетіп жазыңдар. Акция, экономика, депозит, дифференциал, жалақы, инновация, меншік, патент, валюта, жалпыұлттық өнім, бюджет. Төртінші тапсырма тыңдалым. Елорда ел экономикасының локомотивіне айналды. Бейнежазбасын көріп сұрақтарға жауап беріңдер. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағының ашылуы туралы не ойлайсыңдар? Астана халқының 1/3 бөлігі кәсіпкер деген ақпарат сендерге қандай ой салды? Өздерің тұратын елді мекенде экономиканың қай саласын дамытар едіңдер? Астанада арнайы экономикалық аймақтың ашылуы қала экономикасының дами түскенін аңғартады. Бұл ақпарат Астана халқының тұрғындары кәсіпкерлікпен айналысып, қала экономикасының дамуына мол үлес қосып отырғанын көрсетеді. Мен өз ауылымда тамақ өнеркәсібін дамытар едім. Арнайы дәмхана ашып, тапсырыстар қабылдап, елге қызмет көрсеткім келеді. Бесінші тапсырма. Ғылым салаларында кездесетін терминдер қатарын толықтырыңдар. Лингвистикалық терминдер: фонетика, лексика, морфология, грамматика, синтаксис, неологизм, архаизм, эвфемизм, диспемизм, табу, етістік, есімдік, сөйлем, сөз, түбір. Әдебиет пен өнер терминдері: поэзия, проза, спектакль, сахна, драма, трагедия, эпос, жанр, синекдоха, гипербола, сюжет, композиция, автор, тағы басқа. Математика терминдері: алгебра, геометрия, теңдеу, функция, логарифм, дифференциал, дәреже, тағы басқа. География терминдері: глобус, меридиан, экватор, атмосфера, материк, жер қыртысы, тағы басқа. Алтыншы тапсырма. Астана экономикасы шарықтаған қала тақырыбында сипаттамалық эссе жазыңдар. Астана жаңа технологиялар мен инновациялардың орталығы. Қалада әлемдік деңгейдегі инновациялық жобалар іске асырылып, жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Астана технологиялық дамудың басы.
Оның экономикалық өсімі жаңа технологияларға негізделген. Астананың экономикасы әртүрлі салаларды қамтиды. Астана Қазақстанның қаржы орталығы. Қалада көптеген банктер, қаржы ұйымдары және инвестициялық фондтар орналасқан. Астанада жаңа технологияларға негізделген көптеген стартаптар және инновациялық компаниялар іске қосылған. Сонымен қатар Астана туристік бағыт болып табылады. Қалада көптеген тарихы мен мәдениеті бай орындар бар. Олар туристер үшін қызықты болып табылады. Астана Қазақстанның транспорт және логистика орталығы. Қалада халықаралық әуежай және темір жол бекеті бар. Астана болашаққа бағытталған қала. Ол өз экономикасын дамыту мен инновациялық жобаларды іске асыру арқылы әлемдегі ең ірі қалалардың қатарына енуге ұмтылады. Астана қазақстандықтардың мақтанышы. Оның экономикасы мен дамуын барлық қазақстандықтар мақтан етеді.